Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Құрметті бауырлар, келесі сахабия әйелмен танысамыз. Ол Хафса бинт Умар радиаллаху анха. Умардың қызы Хафса радиаллаху анха. Хия уммул муъминин Хафса бинт Умар ибн ал-Хаттаб. Бұл мұсылмандардың анасы Хафса бинт Умар ибн ал-Хаттаб. Умар ибн ал-Хаттабтың қызы. Ал-Қурашия, Қурайштан, Ал-Адауия тайпасын айтып отыр. Минал мухаджират, хижра жасағандардың бірі. Ва канат қабла Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям тахта Хунейс ибн Хузафа ас-Сахми. Пайғамбарымыздан бұрын саллаллаху алейхи ва саллям ол Хунейс бин Хузафа ас-Сахмидің тұрмыста болған. Ва кана мимман шахида Бадран. Ол Бадр шайқасына қатысқандардың бірі еді. Ва туффия бил Мадина. Мадинада қайтыс болды. Фаламма таайямат Хафса закараха Умар ли Аби Бакр ва арадаха алейхи. Хафса жесір қалған соң Умар радиаллаху анху оны Абу Бакрге ұсынады. Қараңыздар, жесір қалды онда, жалғыз қалды, Абу Бакрге ұсынады. Фалам ярудда алейхи Абу Бакр калиматан фағадиба Умар мин залик. Абу Бакр радиаллаху анху үндемейді, еш нәрсе айтпайды. Умар оған ашуланады. Ұсынып отыр ғой енді оған. Фаарадаха аля Усман хина матат Руқайя бинт Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Усманның әйелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қызы Руқайя қайтыс болған кезде Усманға ұсынады. Усманның әйелі бар ғой, Руқайя, ол пайғамбарымыздың қызы. Сол Руқайя Усманның әйелі қайтыс болған кезде Омар оған да ұсынады. Хафсаны ал деп. Қараңыздар, әйелге ал деп ұсынады. Фақала Усман, ма уриду ан атазауажа ал-яум. Мен қазіргі уақытта үйленгім келмейді дейді. Ондай нем жоқ дейді, ниетім жоқ дейді. Фанталақа Умар иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фашака илейхи Усман. Умар радиаллаху анху пайғамбарымызға барып шағымданады Османның үстінен. Мен оған ұсындым, ол алмады дейді. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың елшісі айтады, ятазауажу Хафсату ман хуа хайрун мин Усман дейді. Хафса дейді, қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Хафса Османнан артық біреуге күйеуге шығады дейді. Хафса Османнан артық біреуге күйеуге шығады дейді. Ва ятазауажу Усман ман хуа хайрун мин Хафса дейді. Осман болса Хафсадан артық біреуге үйленеді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екінші қызын алады ғой. Ал Хафса өзі кімге шығады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шығады. Түсініңіздер ме енді неге айтып отыр? Хафса Османнан артық біреуге шығады деді, өзін айтып отыр. Түсініңіз ба? Енді Османнан артық кім болады ол жерде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және Осман Хафсадан артық біреуге үйленеді деді. Яғни өзінің қызын айтып отыр. Түсініңіз ба? Пайғамбарымыз пайғамбар болып тұр ғой, пайғамбарлығын көрсетіп отыр да. Сумма хатабаха иля Умар фатазауажаха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құда түседі. Яғни Хафсаға өзі үйленеді. Фалақи Абу Бакр Умар радиаллаху анху фақала ла таджид алейя фи нафсик. Абу Бакр Умарға айтады, сенің маған ішіңде реніш болмасын дейді. Сен қапа болма дейді, былайша айтқанда. Неге білесіздер ме? Былай деп айтады. Фа инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям закара Хафса. Фалам акун ли афшия сирра Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Фалау таракаха латазавважтуха дейді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям осы Хафсаға үйленуге ниетін айтқан еді дейді. Ниеті бар екенін айтқан еді дейді. Мен оның сырын айтқым келмеді дейді саған. Сол үшін үндемедім дейді. Егер де ол тәрк еткенде, яғни оған үйленбегенде мен үйленер едім дейді. Негізі бұл жерде сахабалардың бір-біріне деген жанашырлығы. Достары дүниеден өтіп жатқан кезде, мысалға, жесірлерін жесір қылмай, жаңағындай балаларын жетім қылмай, сөйтіп қамқорлығына алатын болғанда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі солай жасаған. Ва тазауажаха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям саната салас инда аксарил улама. Көп ғалымдардың пікірінше Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям үшінші жылы үйленді дейді.
وقال أبو عبيدة سنة 2 من التاريخ дейді. Абу Убайда екінші жылы деп айтқан да. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. және Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям оны Айшадан кейін үйленген, оған. Бірінші Айшаға үйленген, сосын одан кейін үйленген. وماتت سنة 45 хижри. Хижри жыл санағы бойынша 45 жылы дүниеден өткен. Хафса анамыз. وثبتت البشارة لها بالجنة من حديث قيس بن زيد وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر والثابت وقتادة وحميد عن أنس وعقبة بن عامر الجهني وسأقتصر على ذكر أصحها. Хафса бинт Умарды жәннатпен сүйіншілейтін хадис Қайс ибн Зайд деген кісіден, Умар ибн ал-Хаттабтан келген, Аммар бин Ясирден келген, Сәбиттен келген, Қатададан келген, Хумейд Анастан жеткізген, Уқба ибн Амир ал-Джуханни деген кісіден келген. Біз бұл жерде ең дұрысымен шектелеміз дейді. Фаан Хаммад ибн Салама ан Аби Имран ал-Джуханни ан Қайс ибн Зайд. Енді бұл Қайс ибн Зайдтен келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таллақа Хафсата татлиқатан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хафсаны талақ етті дейді. Ажырасты дейді. Бір рет талақ етеді. Фадахала алейха халаха Усман ва Қудама ибн Мазун. Хафса анамыздың үйіне екі нағашысы Мазун ұлдары Усман мен Қудама кіріп келеді. Нағашылары Хафсаның. Фабакат ва қалат. Жылап тұрып былай деп айтады. Валлахи ма таллақани Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан шаба. Алла мен ант етемін дейді. Хафса айтады. Радиаллаху анха. Алланың елшісі дейді, тойып болған үшін талақ еткен жоқ дейді да мені. Белгілі бір себептер болып тұр да. Тойып болғаннан кейін, жаңағы қанағаттанып алғаннан кейін бір талақ еткен жоқ ол дейді да. Хафса да біліп тұр ғой негізі себебін. Сумма дахала алейха наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кейін сол мезетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кіріп келеді. Фатажал бабат. Оранып алады ана, киімдерін киіп алады. Неге? Өйткені ажырасты ғой бөтен әйел. Фақола саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз айтады. Инна Джибриля атани. Джибрил келіп маған былай деді дейді. Раджи Хафсата. Хафсаны қайтып ал деп айтады. Фа иннаха сауама қауама. Себебі ол көп ораза тұтатын адам дейді. Және түндерін құлшылықпен өткізетін адам дейді. Уахия заужатука фил жанна дейді. Және ол сенің жәннаттағы әйелің болады. Қарасаңыз, бұл жерде де жәннатпен сүйіншілеу. Хафса бен Умар, яғни Умардың қызы Хафсаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннатпен сүйіншілеп отыр. Жәннатта да оның өзінің әйелі болатын сүйіншілеп отыр да. Қандай керемет, е? Бізді де Алла тағала осы кісілермен жәннатта бірге болуымызды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.